Мұнай нарығындағы баға тағы құбылып тұр. Бүгін Лондон биржасында Brent маркасы $27.67 саудаланды. Бұл өткен жұмадағы көрсеткіштен $1,5 арзан. Бұған Иранның санкция қамтынан құтылуы тікелей әсер етіп отырған болуы да мүмкін. Себебі қара алтынға бай мемлекеттің өнімі әлем нарығы атап айтар болсақ, ақш пен Еуроодақ елдеріне еркін жөнелтіле бастайды. Қара алтынның құнына қатысты соңғы мәліметтермен әріптесім Нұрлан Жақыпбеков бөлісуге әзір. Қазір ол сараптамалық орталықта тұр. Нұрлан, бағаның төмендеуіне не себеп? Сарапшылардың пікірімен бөліссең. Bloomberg басылымы жариялаған ақпаратта мұнай бағасы Иранға қатысты санкциялардың алынуы фонында арзандаған делінген. Айта кетейік, өткен сенбіде ақш президенті Ислам Республикасынан экономикалық санкцияларды алып тастау туралы қаулыға қол қойды. Еуроодақ аумағында да осы мазмұндағы құжат бекіді. Нұрлан, Иранның санкциялық шектеулерден босауы өзге ірі мұнай экспорттаушыларға қаншалықты әсерін тигізді? Сауалыңыз өте орынды. Бүгінде Парсы шығанағындағы елдердің қор нарығындағы жағдай ерекше құбылып тұр. Әсіресе Сауд Арабиясы биржасында негізгі котировкалар күрт төмендеген. Бұл туралы РБК хабарлады. Корольдік қор нарығындағы мұнайға қатысты негізгі индекс 6,5%-ға құнсызданып, 300 пунктке төмендеген. Біріккен Араб әмірлігіндегі жағдайда мәз емес. Абу-Даби қорындағы бұл индекс 2,68%-ға арзандады. Я думаю, небольшое падение еще возможно, до $25. Мұнай бағасы $25 дейін түсуі мүмкін. Егер бұл жағдай орын алатын болса, Америка өздерінің тақтатастан алатын шикізат өндірісін тоқтатуы мүмкін. Ал мұнайды теңізден өндіретін Норвегия, Венесуэла және Ұлыбританияның жағдайы қиындай түспек. Ендігі үміт көктемге жоспарланған ОПЕК сессиясында. Басқосу барысында нарықты шамадан тыс толтырған шикізат мөлшеріне шектеу қойылмақ. Расында мұнай бағасы 2003 жылдан бергі ең төменгі көрсеткішке дейін түсті. Осы ретте елбасының айтқаны ойға оралады. Мемлекет басшысы өткен жылдың қараша айында экономика дамуының түрлі сценарийлерін қарастыруды тапсырғаны белгілі. По моему поручению разработаны продуманные варианты действия, как я говорил раньше, на случай снижения цен на нефть и до 30, и до $20 за баррель. Конечно, это будет нелегко. Всем нам нужно будет понять, если таковое случится, но мы все соберемся и преодолеем и это. Бүгін түс ауа мұнай бағасы біршама көтерілді. Баррелі $28.22 саудаланды. $25 дейін түсуі мүмкін деген болжам бар. Оның үстіне, бұған дейін Иран өндіретін мұнай көлемін 2 есеге арттыратындығын мәлімдеген болатын. Сарапшылар бұл қара алтын бағасының әлде өзгеруіне түрткі болуы мүмкін деп болжайды. Рахмет, бізбен сараптамалық орталықтан тікелей қосылған тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков болатын.